Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Мен Әуезбекова Асылжан Әлмиевна, Жангелді Қисықұлы Бөкенов атындағы Қарағанды банк колледжінің қаржы және бухгалтерлік есеп кафедрасының оқытушысымын. Әдістемелік әзірлеме жұмыс дәптері болашақ мамандардың кәсіби құзыреттіліктерін дамыту элементі ретінде деп аталады. Студенттердің танымдық іс-әрекетін жандандыру көбінесе оқытудың әр кезеңіндегі оқытушының бастамашыл ұстанымына байланысты. Бұл ұстаным педагогикалық ойлаудың жоғары деңгейі мен проблемалық оқуға, студенттермен диалог жүргізуге, қабілеттілігі мен ұмтылысымен, сондай-ақ өзінің оқытушылық қызметін өзін-өзі бағалау қабілетімен сипатталады. Мен өзімнің әріптестеріммен тәжірибе алмасу барысында осыған көңіл бөлдім. Жұмыс дәптері курстың негізгі ережелерін баяндау, студенттердің жалпы және кәсіби құзыреттіліктерін дамытумен, практикалық біліктері мен дағдыларын қалыптастырумен бекітіледі. Жұмыс дәптері студенттердің уақытын әлде қайда үнемдейді. Лекциялық материалдарды жазуға, тапсырманы дәптерге қайта көшіруге студенттер уақыт кетірмейді. Барлығы алдарында дайын жатады. Осыған орай жұмыс дәптерінің функцияларын анықтадым. Ол бірінші оқыту, екінші дамытушылық, үшінші тәрбиелік, қалыптастыру, рационализаторлық, бақылау. Бұның барлығы басты қағидалары, басты функциялары болып табылады. Жұмыс дәптерінің құрылымы бірінші титул парағынан тұрады. Екінші ол мазмұны, яғни тақырыптар тізімі мен көрсетілген беттері көрсетілген тапсырмалар болады. Әр тақырып мынаны қамтиды. Тақырып атауы, зерттелетін сұрақтар тізімі, дәптерге енгізілген слайдтар, сызбалар және мәтін түріндегі жаңа материал мен студенттерді таныстыру, алған білімді бекіту үшін студент өз бетінше немесе мұғалімнің басшылығымен орындауы керек тапсырмалар беріледі, және де соңғысы ол үй тапсырмасы. Жұмыс дәптерлерінің қарастырылған кешенін қолданудың практикалық құндылығы осы пәндердің оқу материалын игеру процесін қарқындатуда, студенттердің өзіндік жұмыс дағдыларын қалыптастыруда, оның тиімділігін арттыруда. Студенттер жұмыс дәптерлерін басқа пәндерді оқу кезінде, курстық жұмысты жазу кезінде, сондай-ақ жоғары оқу орындарында оқуды жалғастыру үшін сақтап, қолдана алады. Жұмыс дәптерлері оқулықтардан айырмашылығы оқу құралының мобильді түрі болып табылады және оларға тиісті өзгерістер енгізуге мүмкіндік береді. Қазіргі таңдағы жағдайға байланысты жұмыс дәптері қашықтықтан оқу форматындағы оқу үрдісіне өте қолайлы. Себебі бұл жұмыс дәптерінің электронды нұсқасын студенттерге жіберу оңай, тез әрі ыңғайлы. Назарларыңызға рахмет.